Балалар, біздер қазір метео станцияға саяхат жасайық, жүре қойыңдар. Кеттік балалар, жүріңдер, саяхат жасап. Балалар, біз метео станцияға да келдік. Бұл метео станцияда ауа райының құбылыстарын бақылайтын құрылғылар бар. Қане танысып өтейік. Балалар, бұл құрылғы желбағар деп аталады. Желбағар желдің бағытын көрсетіп тұрады. Мына тұрған құрылғы ол күн сағат деп аталады. Күн сағат күннің бағытын көрсетіп тұрады. Күн түскен күн таяқшаға түсіп, көлеңке арқылы күннің бағытын анықтаймыз. Балалар, бұл зат жаңбыр өлшегіш деп аталады. Ішіне жаңбыр жауғанда, жаңбырдың суын осы затпен қанша жауғанын, қанша су жиналғанын бақылап қараймыз да, жердің ылғалдылығын болса жауын өлшегішке қарап бақылаймыз. Бұл суретке қарап, ортасынан қарап қазір бұлттың қандай екенін анықтап қараймыз, Күн ашық. Аха, еті қай бұлтқа жатады? Көрсете ғой. Дұрыс айтасың, балалар. Бүгін биік қабатты бұлттарға жатады екен. Тамаша. Ол жауын шегіш. Аха, дұрыс айтасың. Айда ұлым, жауын жауған ба? Жауын жауған ба? Су бар ма ішінде? Жаумаған. Жаумаған. Яғни, балалар, жаумаған жеріміз құрғақты. Біздер ауа райы құбылысын бақыладық. Енді қанекей метео станцияның ішіне кіріп, ауа райын анықтай қояйық. Келе қойыңдар. Іңкәр келе қойшы. Жел қай бағыттан соғып тұр? Көрсете қой. Иә, дұрыс айтасың. Бағыттан соғып тұр. Жарайсың. Күн әлсіз жел. Дұрыс. Мен көрсет. Аха, күн ыстық екен. Балалар ауа райын бақылап болды. Енді қазір біздер бақшамызға саяхат жасап, өсімдіктерге қамқорлық көрсетейік. Жүре қойыңдар. Міне біздер бақшамызға да келіп қалдық. Жайлап бәріміз өтейік. Көкөністер өсіп тұр екен да, ендеше біз көкөністерді кішкене қолдарындағы тырнауыштарыңызбен қопсытып жіберейік та, кәнекей. Жарайсыңдар балалар, енді тырнауышты маған бере қойыңдар. Біздер бақшамыздағы көкөністерді топырақтарын қопсыттық. Енді оларға жақсы ауалар барады, жақсы өседі. Енді балалар, мына қолдарыңа берем, жапырақтарды қараймыз. Қарап айтасыңдар, жапырақтар сарғайған ба, жапырақтың түсі қандай, бәрін айтып беріңдерші. Шахназ қалай екен, жапырақ сарғайған ба? Сарғаймаған ба? Жапырақтың түсі қандай екен, Шахназ? Жасыл, жарайсың. Бұл Шахназдың қарағаны, бұл ба? Тәтті бұрыш. Балалар, бәріміз айтайық. Тәтті бұрыш. Тәтті бұрыштың түсі қандай екен? Жасыл, дұрыс айтасыңдар. Балалар, бері қарай келіңдер. Мына жерде балалар өсіп тұрған, бұл баялы. Айтыңдар, баялы. Қызанақ, дұрыс айтасыңдар. Қызанақтар көп өскен. Қазір қызанақтарды да жинап аламыз да. Қызанақтың түсі қандай балалар? Қызыл, пішіні қандай екен? Дөңгелек, балалар, дұрыс айтасыңдар. Біздер бақшамызды күндегідей қарапайым суармаймыз. Біздер бүгін бақшамызды балалар гидропоника құралы арқылы тамшылатып суару әдісін қолданамыз. Міне балалар, ағып жатыр да, көрдіңдер ме? Міне. Көріп тұрсыңдар ма? Тамшылап ағып жатыр. Осы тамшылап ағу арқылы су өсімдіктердің түбіне әбден сіңеді екен. Және де мына топырақта балалар, мына ылғал ұзақ сақталады екен. Тамшылатып суарғанның пайдасы. Қандай көкөніс өсіп тұр? Қияр. Қиярдың түсі қандай екен? Жасыл. Пішіні қандай? Сопақша, жарайсыңдар. Кәнекей, енді осы қиярларды жинап алайық. Бақшадан жинаған көкөністерімізді өлшейік. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Сіздер біздерге көп көмектестіңдер. Бақшамыз бірағын қопсыттыңдар, көкөністерді жинастыңдар. Сіздерге көп рахмет, жарайсыңдар балалар.